Анемияның вообще жүктілікке қандай қатысы бар да, и оның балаға не зиян, не қатысы бар. Ал біздің іштегі ағзамыз, біздің жүрек, өкпе, бүйрек барлығы олар осы қан арқылы өмір сүреді. Когда оларға қан барады, олар өмір сүреді, қан бармайды, олар да өледі. Когда сізде анемия, сіз байқамайсыз. Бір күн басыңыз ауырады, үйренесіз бақылайды, екінші күн таңғы сүт жүргізуі мүмкін, бірақ сіз ағзаңыз, ішіңіз қалай қартайып жатқанын байқамай қалуыңыз мүмкін. Балаға зияны, балаңызда дұрыс развитие болмауы мүмкін, бала жиі замерші болуы мүмкін, постоянно баланы бас ауруы мүмкін, балаңыздың какой-то өкпесі немесе оның бүйрегі дұрыс дамымай қалуы мүмкін. Ассаламу алейкум, қайырлы күн менің сұлу оқырмандарым. Жалпы бүгін сіздермен жүктілік және анемия. Анемияның вообще жүктілікке қандай қатысы бар да, и оның балаға не зиян, не қатысы бар. Міне осы туралы сөйлесеміз. Ең алдымен анемия деген не? Бәріміз білеміз, бұл қаназдық. Главное білеміз қаназдық. Ал бірақ қан деген не? Біз оттегімен құралғанбыз, яғни оттегі біз жұтамыз, сосын өмір сүреміз. Когда біз ауа жұтпаймыз, біз өмір сүре алмаймыз да. Ал біздің іштегі ағзамыз, біздің жүрек, өкпе, бүйрек барлығы олар осы қан арқылы өмір сүреді. Когда оларға қан барады, олар өмір сүреді, қан бармайды, олар да өледі. Ал олар іште өліп жататын болса, біз кімбіз? Біз ешкім емеспіз, адам емеспіз, былай айтқанда. Яғни біз как жаратылған не ойыншық сияқтымыз, ойыншықтар былай бір-біріне қосақ ойнайсыз ғой, қоссаңыз бір нәрсе шығады, үй шығады, бірдеңе сол сияқты. Біздің ағзамыз бір-бірімен өстіп қосылған, бір-бірінші тұра алмайды. Сондықтан, когда сізде анемия, сіз байқамайсыз, түріңіз әдемі болуы мүмкін, күні көзіңіз жүре беруіңіз мүмкін, бір күн басыңыз ауырады, үйренесіз бақылайды, екінші күн таңғы сүт жүруіңіз мүмкін, бірақ сіз ағзаңыз, ішіңіз қалай қартайып жатқанын байқамай қалуыңыз мүмкін. Міне. Сондықтан бірінші бізде анемия болғанда неге жетпейді? Бұл біздің бірінші миымызға қан жетпейді. И постоянно бізде бас ауыру болады. Постоянно ұйқыңыздан тұрасыз, көз қарауыту, бас ауыру, айналу, шаршағыштық, тез ұйқымыз келе беру, әлсіздік болады. Бұл ештеңе ерунда, яще просто так нәрсе да. Ал негізгі зияны бұл біздің ішіміздің, ішкі құрылысымыздың төменгі жағында. Сіздің жатырыңыз тез түсуі мүмкін, сіздің бүйрегіңіз төмен қарай түсіп кетуі мүмкін, элементарный ішектеріңіз дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін, постоянно іш қату немесе іш өту болуы мүмкін да. Одан бөлек балаға қан сізге жетпейді, ал сіздің балаңыз сол тамырдан құратылып тұр, оған вообще тіпті жетпейді да. Сондықтан біз спокойно жүруіміз мүмкін, бірақ ешкім айтқан жоқ, анемия болды, соңғы кездерде менде операция болды, содан кейін мен маткамды алып тастады деп ешкім айтқан жоқ, айтпайды да бізде. Себебі бұл өте біз үшін страховый да, нәрсе, қорқынышты нәрсе. Аман есен өзім босандым, 70-пен 60-пен жүріп гемоглобин босанып алдым дейді да. Сондықтан олай бұрынсыз қарауға болмайды. Себебі қазір біздің жеп жатқан нәрсеміз бәрі просто химикаттар. И сол химикаттар одан бері біз так улап жатырмыз, улағаннан кейін одан бері қайнаған бәрін құртып жатырмыз. Яғни бізде қан үйіп қалып жатыр да. Міне, сондықтан бұл балаға зияны, балаңызда дұрыс развитие болмауы мүмкін, бала жиі замерші болуы мүмкін. Когда бізде гемоглобин дистриляция төмен, тромбоцит естественно жоғары болуы мүмкін. Сол үй факторынан біз дұрыс қан айналымы болмай, балада дұрыс жетілмеуі мүмкін. Балада ертең постоянно баланы бас ауруы мүмкін, балаңыздың какой-то бір өкпесі немесе оның бүйрегі дұрыс дамымай қалуы мүмкін. Себебі қайналым дұрыс болмай жатыр ғой. И балада дұрыс өспей, ода кішкентай ұрық пайда болуы мүмкін. Яғни баланың несі весіне сай болмауы мүмкін, развитиясы. Міне осының бәрі сізге зиянын келтіреді. И ерте қартаю болады. Ағзаңыз, сіздің түріңіз әдемі, оны косметиканы жаққанмен, сіздің ағзаңыз ерте қартаюы мүмкін. Сондықтан сізге ең дұрысы жиі жеу керек бұл етті тағамдар, особенно говяжий, сиыр етінен жеу керек, қайнатып жегеніңіз дұрысырақ. Жиі жеу керек сізге анардың суығын ішкендеріңіз дұрыс. Ең көп сізге алмаға просто кәдімгі алманы аласыз да, бүйтіп шеге қадап қойыңыз, 10 шегені. Жуыңызға қадап қойыңыз. Бір күн үстіп столын үстіне қойып қоясыз, бір күн ертең алсаңыз қап-қара алманы жеңіз. Оның өзі сізге күшті көмектеседі. Сәбізді сығыңызда сығымды суына алып ішіңіз. Оның ішінде витамин С мен В12 өте бай. Міне осылар сізге өте жақсы көмектеседі. Одан бөлек міндетті түрде железо препараты. Можно ферровит, ферниксил, сорбифер, дурулез. Бірақ біз тек қана железо препараттарын ішіп жатырмыз, бірақ ешқандай көмектеспей жатыр дейсіз да. Жоқ, ол дұрыс көмектесу үшін бізде ас қорыту жүйесі дұрыс болу керек, яғни ішегіңіз сіздің дұрыс болу керек. Ол үшін сіз міндетті түрде ең дұрысы ферталь ішкеніңіз дұрыс. Фертальдің 3 миллиондығын алып ішсеңіздер болады. Яғни бір флаконын бірге 16 күн немесе 10 күн немесе 6 күн ішесіз. И сонымен бірге осы железо препараттар. Плюс қосымша егер комплексный витамин В ішсеңіз вообще супер эффект. Мысалы, Витрум, Элевит,
немесе дуавит сияқты кез келген бір комплекс витамин қосып ішкеніңіз дұрыс. Сонда сіз анемиядан да құтыласыз, иммунитетіңіз де мықты болады, постоянно больдан да сіз жаңағыдай мазалауынан құтыласыз. Яғни денсаулығыңызды жақсы болуына, іштегі ұрпағыңыздың жақсы болуына көмектесесіз. Ендеше денсаулығыңызды күтейік. Сіздермен болған доктор Сейіт Жаппаровна. Қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, осында комментарийға жазып кетіңіздер. Ал толық ақпаратты білгіңіз келетін болса, қандай анализ тексеріп көру керек екенін білгіңіз келетін болса, онда менің Instagram парақшама өтіңіздер.